Өмір дүние дегенің ағып жатқан су екен. Жақсы, жаман көргенің ойлай берсен у екен депті Хәкім Абай. Бүгінгі кейіпкеріміз бір ғасыр жасаған Солтанбай Ақсақал. Өткен ғасырда нәубетті аштық жылдарының кермек дәмін татты. Балалық шағы болмады, ерте есейді. Одан соң соғыста жаумен айқасты. Шыбын жаны аман қалса, ұрпағым үшін өлгенше еңбек етемін деген арманы бар еді. Ол арманы бүгінде орындалды. 5 ұл 3 қызынан 70-тен астам небере шөбере шөпшек тараған. Ең қызығы бертінде 100 жасын атап өткен қария әлі күнге өзі көлік жүргізеді, таңмен таласа тұрып жаттығу жасайды. Егде тарттым деп кәрілікке мойын соңғысы жоқ. Ендеше көргені көп, айтары мол ақсақалмен бірге танысайық. Ерекше күн көрермен үшін де. Өйткені 100 жастағы біздің атамыз көлікті өзі тізгіндеп бізді бүгін саяхаттатып ауылды аралаттық. Артымызда бар ма? Бар. Менің балалық шағым, мен өзім шешемнен 5 жасымда жетім қалдым. 4 миллиондай адам сол уақытта қашып, құрбан болды. Аштықтан құрбан болды. Теріс қарап жатып, Алладан сұрадым. Осыдан аман есен келсем, бала шағам көп болса келді. Президент қанандан бірінші шөпшегін өзі үйге алып келді. Әкеміз тірі кезде біз бәріміз баламыз. Қандай жасқа жетсек те өзімде 6 немерем бар. Солтанбай атаның үлкен немересімін. Жасым 50-де. Енді дәл осы көшенің бойында сіздің атыңыздағы мешіт көріп тұрмыз, Ал енді бұл жаңа мешіт. Қосағың мен қосағар. Оларды ренжітті. Сенің ең қамқоршың сол. Таңғы 4. Терезені ашып бөлмесін желдеткен Солтанбай Ақсақал төсегіне ыңғайлап жатты. Екі аяғын кезек-кезек көтеріп, құдды велосипед айдағандай жаттығуын бастап кетті. Бұл оның күнделікті әдеті. Сырт көз жасы әрі кетсе, 70-тің ол жақ бұл жағында деп топшылауы мүмкін. Балдаққа сүйенгені болмаса, қимылы ширақ қарияның жүзде екенін естігенде таңданысын жасыра алмайтын адам кем-де-кем. Ерте 3 стақан су ішем. Жылы су. Мен енді осындай, бірақ қазір мен өзім денсаулығым жаман емес. Тек қана анамына жүрек қыртылдайды. Кәрілік өзінікін. Сөз арасында кәрілік өзінікін алады дегенмен салауатты өмір салтын ұстанудан бүгінге дейін айныған емес. Мен мына үлөкке атлетикаға қатысып жүрдім. Лыжыға, мал тауға, жүгіруге, өзімді соғым, өзімді бейім болатын. Ал енді қазір сағат мен 4-те тұрам. 40 минуттай мен зарядка жасайым. Содан сол жуынып аламын да, көзіме дәрі тамызып, жатам. Ол күнделікті. Аяқ қолға, басқа, мойынға арналған жаттығудың нақты уақыты бар. Арасында сәл тынығып, қайта кіріседі. 100-ден асқан кейіпкеріміз кітапты көзілдірікпен оқығаны болмаса, бұлайша көру қабілеті жақсы. Ол да жаттығудың арқасы. Қырық болды. Бұл бір упражнение. Оны өзіп постоянно жасап жүрмін ғой. Қазір мұна 100 жастан кейін постоянно жасаймын. Жаттығу мұнымен аяқталмайды. Үйдің кіреберісіндегі үлкен бөлме Ақсақалдың кішігірім спорт алаңына айналған. Ал енді күндіз не істейсің? Күндіз мен сол сағат 7-те маған тамағым даярлайды. Сағат 7 тамақ ішіп аламын да, үйдің ішінде жүрем. Ана менің нем бар, жерде өзімнің ары-бері жүретін. Ол маған өте ыңғайлы. Мен тамақ ішемде, мына үйдің ішін өлшеп алғам 37 метр. Сонымен 5 рет, 6 рет айланып күніне 10-15 рет сын айланып жүріп аламын.
Алға Алматы іргесіндегі ауыл. Түтінін түзу түтеткен елді мекенде Солтанбай ақсақалды білмейтін адам кем-де-кем. Бір ғасыр бұрын дәл осы жерде кіндік қаны тамған еді. Ол кезде саманнан соғылған бірдекілі ғана баспана болған екен. Біздің әкеміздің өзі кедей болған адам. Осы жерде төмен жақта Шолақарал дейтін арал бар. Со аралда мен тудым. Ал енді шаруашылықтан 5-6 қой, бір сиыр, 2 сиыр болған көрінеді. Соларменен әйтеуір өз жаман өзі баққан адам. Менің балалық шағым, мен өзім шешемнен 5 жасымда жетім қалдым. Содан шешемнің сіңлісін ағасы алып келіп, мен әкеме қосты. Өйткені мені тәрбиелеу керек болды. Мені тәрбиелеген менің шешемнің туған сіңлісі. Анасынан ерте айырылған бала Солтанбайдың балалық шағы болмады. 1930 жылдар қазақ халқы басынан кешкен алапат ашаршылық уақыты. Ұлы жұт, нәубет, зобалаң, зұлмат деген тарихта қалған қаралы халықтың жаралы кезі. Ұмытпайтын себебім, жолда қайыр болса сөйерде қисайып жатып, аштан қайтыс болғандар, оны көзіміз көрді. Әлемде ол уақытта бірін-бірі қолдайтын уақыт емес, әркім өз жанын өзі бағатын уақыт. Әлемде ол кімнің кінәсі дейміз? Ол Советтің кінәсі болды. Ол Сталиннің несіменен Калашокынды жіберді жүрген. 24-ші жылы келіп Қазақстанның малын, барлы байлығын Россияға айдап отырды. Аш қалдырды ғой. Даже тауығың болса жұмыртқа салды үкімет. Сиырың болса сүт салды. Қолында қандай нең бар, соның бәрін сөйтіп сорып жасанды өлім жасады ғой, былайша айтқанда. Ауылдың бәрі сол жазықта тышқан аулап жүр. Итекеш итте қалмапты. Сайлыдағы 5 үй иттің етін жеймін деп, жаман бір пәлекет жұқтырып алыпты. Содан үй киімменен өртеп жіберіпті. Ол уақытта енді 30-шы жылдар ел быт-шыт болып кетті. Жолда аштан өліп жатқан адамдар, ал енді халықтың бәрі жан сақтау үшін шетелге, Қытайға, Қырғызстанға, бізде мені әкем, сол кейінгі шешем, үшеуміз мына Қырғызстанға барып, 1 жыл сояқтан жанымызды бағып, қайтып, осы өзіміздің жерімізге қайтып көшіп келдік. Содан осы жерде өстік. 4 миллиондай адам сол уақытта қашып, құрбан болды. Аштықтан құрбан болды. Ол уақытта бірінде танымайды. Кім қаяқтан келе жатқан. Ал енді біздің ауылда онша бай ешкім болған жоқ. Ол біз ауыл емес, әр жерде жеке үймін арал деген. Өзі кішкене жерге сол себетін жоңырышқа, атына, сол малына. Сөйтіп, өзінің жеке тіршілігіменен ғана кейін қайтадан жинала бастады кішкене ешсіз. Бір ауылдан бірдекілі отбасы ғана аман қалған аштықтың сол сұрапыл жылдары есіне түскен сайын арқасын аяз қарғандай күй кешеді. Көрер жарығы бар екен. Еш жиып тіршілік көшіне енді қосыла бергенде соғыс басталды. Алғашқылардың бірі болып әкесін майданға әкетті. Көп өтпей 18 жастағы Солтанбайға да хабар жетті. Туған жерден жыраққа аттанып бара жатқан жас жауынгерді қан майданға ешкім шығарып сала алмағаны жүрегін қанжылатты. Мен шығарып салуға адам болған жоқ.
Өйткені шешем кішкентай қызыменен туған туысқандардың да ешкім оның қарым қатынасына нашарлап кетті. Содан 1800 баланы Алматы облысына апарып, осы бірінші Алматы пойызға тиеп барды. Сонда шығарып салатын адам жоқ тағай. Теріс қарап жатып, мен Алладан сұрадым. Осыдан аман есен келсем, бала шағам көп болса келді. Міне 82 жылдан кейін осы менің тілегім Алладан қабыл болып, мінекей менің қазір 61 немере шөберелерім бар. Осы 8 бала, 3 қыз, 5 ұл дүниеге келдік. 1943 жылдың қаңтарында Ташкенттегі мергендер курсында оқып, сәуірде әскерге аттанады. Забайкалье майданындағы 25-ші бригаданың құрамында пулемет бөлімшесінің командирі болған. Майдангер Солтанбай ата 2-ші дәрежелі даңқ ордені, еңбектегі ерлік үшін Отан соғысы орденімен, жеңісі мерейтойлық медальдарымен марапатталған. Тағдыр тосқан талай сынақтан сүрінбей өткен ақсақалдың санасында сол күндердің ізі әлі сайрап жатыр. Кейде бәріне қалай шыдас бергенмін деп те ойға батады. Солтанбай атаның жүріп өткен жолы, айтар өсиеті ұрпағына сарқылмас азық. Өмірдің әр кезеңінен хабар беретін сыры мол жәдігерлерді жинақтап, қара шаңырақта мұражай ашқан. Мына біздің Жақпас әулеттерінің мұражайы осыдан 2013 жылы отбасында жиналып, көп суреттер, неше түрлі ескерткіштер жиналып қойғаннан кейін, бала шағаммен әкеміз ойластырып, бір бөлмені бөлейік, ертеңгі ұрпақтарға бір не қалсын ескерткіш болсын деп, кәдімгі тұрған бөлмеміз сол біздің мұражайымыз. Біздің әкеміз сол 43 жылы соғысқа кеткелі, 7 жыл 3 жыл соғыста, 4 жыл соғыс біткеннен кейін тағы да әскерде қалдырып, кейінгі ұрпақтарды үйретіп, өздерінің орындарында қалдырып кетті. Сөйтіп 50 жыл ғана келді ауылға. Әкеміз 24 жылы шілде айында туылған, документ дайындап не болғанша 25 жыл болғаннан кейін 13 февраль деп, енді қыста жазу уақыт болмай, қыста әдір уақыт тауып документін алған кезі 25 жыл болып қалды ғой. Енді солай әкеміз келгеннен кейін шешемізді танысып, шешеміз жер аударылған 37 жылдары біздің ауылға көп семейлер келді. Польшадан Житомир облысының поляктар енді. Олар Житомир облысы енді Украинаның бір облысы ғой. Польшаға жақындау жерде. Бір әулетті бір семья келіп, біздің осы ауылға бұларды қоныс аудырды. Енді оғын білесіздер, ол кезде өкіметке ұнамайтын, өкіметке бұлай сол кезде бай адамдарды, дәулетті адамдарды шығарды ғой олар. Сонда ең шығарған жерлерді осы біздің Қазақстанда, өздеріңіз тарихтан білесіздер, көп елдерді аударды, жер аударылды. Сонда шешеміз осы ауылға келіп, ол кезде шешеміз 3-4 жаста болатын. Әкеміз соғыстан кейін, армиядан кейін келгенде, шешеміз 18 жасында екен. Әйтеуір тіл табысып, отау құрды. Біз қазір 5 ағайынды, 3 қарындас әпкелеріміз бар, өніп өсіп жатырмыз. Шешеміз ол, Құдайға шүкір, ол қазақтың дәстүрін, қазақтың дінін кейін өзі қабылдап, өзі мұсылман болып, мұсылман бейітіне жерленді. Өзі қазақша таза біледі, қазақ дәстүрін де көп. Бізді бұл айтқанда орыс үйде басқа тілмен сөйлемейтінбіз, осы қазақ тілінде сөйлейміз. 13 жыл бұрын Құдай қосқан жары дүние салды. Өмірдің ыстық суығын бірге көрді, балаларды бірге жеткізді.
Енді шөбере шөпшектердің қызығын бірге көргенде ғой деген көңіл түкпірінде әттеген айы бар. 4 құбылаң тең дегенмен бір жаста қартаяр серігім болмағаны жанға батат деп қария ағынан жарылды. Үйленген уақытта қосағымен қосағар дейді. Вот. Міне сол қосағым қасыңда болғанша өлгенше. Осыдан артық ештеңе керек жоқ. Бала бар, қыздарың бар, бәрі қамқорлық жасайды, бірақ өзінің жан жолдасың ондай қамқорлық жасай алмайды. Сондықтан мен қазір кемпір дүниеге салғаннан кейін кемпір алмадым. Өйткені бала шағалардың арасында реніш тууы мүмкін. Мен айтам қалжыңдап. 3 қызым бар, 5 келінім бар. Сендер 8-сіңдер. Ал енді мен басқа кемпір алсам, содан кейін сен кемпіріңе беріп қойдың, пезіңсеңді деп, сендер оға байқұсы жейсіңдер. Сондықтан ешқандай жаңаға реніш болмас үшін әйтеуір бұрынғы өткен замандастар бар шығар, солар деймек қылармыз. Ақырын деген шынын айту керек қой. Соныменен жүре тұрайық жанымызды бағып. Соныменен 87 жасымда қайтыс болды. Онан кейін әңгіменің белгілі қойым. Сол арманым сол, менің балаларыма өнебой айтам. Қосағың мен қосағар. Оларды ренжітпе. Сенің ең қамқоршың сол, деп қазір соларға өсиет айтам. Қарияның қағытпақ қалжыңы да қатар жүреді. Үйде құр жату деген атымен жоқ. Жаттығудан қолы қалт етсе, шахматты ермек қылады. Так. Бұлай қашты. Деді қойғаны. Жарайды. Сен менімен жеңілетін боп ойнадың. Өмірде де шахматтағыдай әр қадамын аңдап басу, 7 рет өлшеп 1 рет кесу кейіпкеріміздің болмысына тән. Соғыстан соң ұзақ жыл мектепте директор болып қызмет атқарды. Жастайынан балаларды еңбекке баулады. Әке мен шешенің бейнетін көрген ұл қыздары оларды жерге қаратқан емес. Әкемнің жолын жалғастырып, осы 68 жылы Есікті педучилищесіне оқуға түстім. 4 жыл оқып, сол мектепте, бастауыш мектебінде 46 жыл мектепте жұмыс істедім. Атағым бар, отличник просвещения деген Казахский СССР званиям бар. Енді әкеміздің жолын қуған тағы да бір сіңілім бар, ең кішісі Әлия деген. Ол қазір Есіктіде директор, мектептің директор болып істейді. Енді былай айтқанда, әкеміз бен шешеміздің бізге деген өте еңбектері зор. Бізді оқуға деген, еңбекке деген нелерімізді үйреткен сол әкеміз бен шешеміз. Біз жаз бойы дем алмайтынбыз. Әрқашанда әр жыл сайын шешемізге көмектесетінбіз. Өзімізде барып, осы ауылымызда не болатын? Ягодник дейді. О кезде смородина, малина өсіретін. Сол неге барып, жұмыс істеп, о кезде біз 5-4 класста сөйтіп ақша табатынбыз. Үйде бекер отырмайтынбыз. Әкеміз бен шешемізге 5 жыл сайын әкеміздің особенно туған күнін жасап беретінбіз. Енді шешеміз онша туған күнді жақсы көрмейтін, ал әкеміз бізде туған күн. Сонда алып пенсияға шыққанда 70 жылдығын, 80-90 жылдығын сөйтіп жасап беретінбіз. Туған күнің құтты болсын бүгінге. Ал 2000 жылы біз әкеміз бен шешеміздің, бұлар жаңа айттым ғой, 7 ноябрьде үйленді. Өгей шешесі болғаннан кейін, әкесі уже қайтыс болып кеткеннен кейін, бұлардың жағдайы болған жоқ. Сол несін 50 жылдан кейін біз алтын той жасап бердік, бала шағасы.
сол регистрациясын да жасадық, свидетельство о браке. Әулеттің тұңғышы Ержігіт аға. Аға дейтініміз жасы 72-ден асса да, әкесінің алдында өзін ата деп атаса қысылады. Бір шеті бала боп осылай жүргеніміздің өзі бақыт қой деп күлімдейді. Біз жас боламыз. Өзімнің 3 балам бар, 9 немерем бар, 2 шөберем бар. Әкеміздің, менің 2 шөберем әкеміздің шөпшегі. 97 жылы бірінші әкеміздің шөпшегі дүниеге келгенде, перзентханадан барып мен алайын дегенде әкем айтты ғой, мен тұрғанда саған не бар? Мен өзім барам деді. 97 жасында әкем барып, перзентханадан бірінші шөпшегін өзі үйге алып келді. Солтанбай Жарықбасов Алға ауылында Солтанбай көшесінде тұрады. Бұл кездейсоқтық емес. Туған жерге сіңген еңбегі еленіп, көзінің тірісінде көше беріліп, құрмет көрсетілді. Әкеміз осы ауылға енді мектепте директор болды. Онан кейін пенсияға шықты. Пенсияға шыққаннан кейін де ауылға еңбегі әбден сіңген. Осы ауылдың бірінші мешітін ашқан әкеміз болатын. Онан кейін жаңадан мектеп салғанға да әкеміздің еңбегі сіңген. Соның арқасында осы міне қазір әкеміз де біз де осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Ондай ешкімге беріп жатқан жоқ. Тірі кезінде көшені сол тірі адамның атына беру деген өте еңбегі сіңген адамға ғана сондай керемет қошемет жасайды. Содан айтып отырмын ғой, мына егемендік алғаннан кейін осы ауылда осы көшені біздің әкеміздің атына қойды. Әкемізге қарап іздегенде мен де таңертең зарядкамды жасаймын, жылы суымды да ішемін, көбірек жүргенге тырысамын. Ол орыстар айтады ғой, движение — это жизнь. Сол сияқты бізде қимылдап, еңбек істеп жүрміз ғой, әлімге шейін. Еңбек бәрін жеңбек. Бұл Жарықбасовтар әулетінің ұраны десек қателеспейміз. Құдайға тәуба, әкеміз енді шешемізбен мұғалім болғаннан кейін, олар бізді, бәрімізді тәрбиесі бір орысша айтқанда трудовое воспитание дейді. Трудовое воспитание жасады. Біз ертең кешке дейін осы уже 4-ші класстан, 5-ші класстан бастап шөп шабамыз, малға барамыз, малды алып келеміз, шөп, жаздай мал шөп шауып, жинап оны. Ауылда әйтеуір Құдайға тәуба, мына уақытымыз болса, кішкене 2-ші сайда мына жерде өзіміз футбол өсіп, әйтеуір Құдайға тәуба сөйтіп өстік. Бір шетінен бәріне қызық қой. Әкеміз 100-ге келді дейді. Енді қалай ол кісі 100-ге келді деп бәрі ойлайды. Мен жаңа сөзімнен айтып кеттім. Ол бір диета, бірдеңке осындай стап, сондай строгий диета стаған жоқ. Өзінің бір не шем десе де, не жейм десе де, бірақ мына чөп деген бар, өзі бір ана бұрын ана газета бар ғой, ЗОЖ деген бір. Соны оқып, сондайды шөп жасай ма, әйтеуір зарядка жасай ма, әйтеуір өзі бір орында отырмайтын адам, сондай. Өзін бірінші, ол дұрыс айтады әкеміз, бірінші адам өзін жақсы көру керек. Потом енді ары қарай енді бала шағасын жақсы көру керек. Өзін денсаулық болса, бала шағасын денсаулығын ойлайды. Әз Жәнібек ханның 62 биі болған екен. Бір долы хан билеріне дүниеде не өлмейді деп сұрақ қойғанда 61 биі бір ауыздан былай депті: ағын су өлмейді, асқар тау өлмейді, аспанда ай мен күн өлмейді, әлемде қара жер өлмейді. Сонда жиренше шешем бәріне қарсы шығып, ағын судың өлгені Алтай қыста қатқаны, асқар таудың өлгені еңкейіп барып батқаны, қара жердің өлгені қар астында жатқаны, ажал деген атқан оқ бір Алланың қақпаны. Дүниеде не өлмейді, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді дейді.
Солтанбай ақсақал бір ғасырда басынан өткерген өмірін бүгінде өлеңмен өрнектеп, ұрпағына өлмес мұрасын жазып жатыр. 4 кітабын шығарып үлгерген. Енді 5-шісін бастады. Әр өлеңі тарих, әр тармағы тағылым. Мен жаздым ұрпағыма өнег үшін, туыста біліп жүрсін өзі үшін. Туыстық қаның болса мейірманды, әрқашан ұмытпайды туған тегін. Алтындай ұрпақтарым менің ізім, Алладан тілегенім жүрек сезім. Жалғыздық жары Құдай деген рас, ол шындыққа сенемін менің өзім. Оңашада осылай ой орманын аралайды. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін орамын асықпай қағазға түсіреді. Ойы анық, бояуы қанық. Кейде тыныштықты жаны қалайды. Ондай кезде ауыл шетіндегі шаруа қожалығына тартады. Мә, ұстама. Болды, жүре бер өзің. Ұстамай-ақ қой мені. Ал. Ассалаумағалейкум ата. Алейкум. Қалыңыз қалай? Енді бірі сенсе, бірі сенбес. Сіздің енді жаттығу жасағаныңызды, салауатты өмір салтыңызды бәрі көрді. Ал бүгін бізде ерекше күн көрермен үшін де. Өйткені 100 жастағы біздің атамыз көлікті өзі тізгіндеп, бізді бүгін саяхаттатып ауылды аралатпақ. Кеттік ендеше. Бір қызығы 100 жастағы атамыз 50 жасына дейін көлік жүргізіп көрмеген. Совет үкіметі уақытында 74 жылы Алматыға барып, экзамен өткізіп, сөйерден областной неде ГАИден праваны алып шыққам. Сонда 50 жасыңызда алғаш рет машинаға отырдыңыз ғой, ә? Иә. Артымызда бар ма? Бар. Маған ешқандай ешкім көлік берген жоқ, өз еңбегімен көлік алғам. Алдыменен мотоцикл, Урал. Уралды алып, сол 74 жылдан бастап, сол Урал, сонан кейін Запорож салдым әйтеуір. Сонан кейін Москвич, сонан кейін облыстың нұсқау бойынша маған Жигули жазды. Сол Жигулиді жаңа үлкен балам шешесін базарға барып, сол базардың қасында ұрлап әкетті. Сонан кейін әртүрлі балалар ер жетті, әртүрлі машиналы алып жатты. Сол қайсысы да айдай берем. Ал енді мына машинаны 16 жылы жаңа едіге балам алып кеп, маған берді, осыны сен нетесің. Өзің айдайсың, өзің жүресің, қаяққа барасың білесің деп, маған меншіктеп берді. Содан бері қарай мына осы машинамен жүріп жатқан жағдайым бар. Ал ата. Шыға берейін ба? Қай жаққа келдік енді өзіңіз? Так, Таныстырып мен кетсеңіз. айда таяқтарым. Мінекейіңіз. Нәк, мұна кілт тұра берсін, е? Жақсы, ауылдың іші ешкім дейтін шығар. Оның үстінде сіздің көлікті бәрі жатқа біледі ғой. Оппа. Мына жерден кірейік, е? Мынау көше бұрын Ленин көшесі болатын. Содан 90 қай жыл екенін есімде жоқ. Ауылдың адамдары менен осы көше 78 адам қол қойып, осы көшенің атын маған берсін деп ұсынған. Содан бері қарай мына көше менің атымда.
енді дәл осы көшенің бойында сіздің атыңыздағы мешітті көріп тұрмыз, иә? Иә. Ал енді бұл жаңа мешіт. Алға ауылы Солтанбай ата мешіті деп жазылып тұр ғой ана. Мен 85-ші жыл пенсияға шыққам. Содан кейін мен ауылыма не істеймін? Мен ауылыма көмек жасауым керек. Деп менің ойыма ауылда молдамыз бар, бірақ мешіт жоқ. Содан облысқа барып, мына діни одақтың несі бар жерде. Вот соларға барып, мен осындай бір ойға кеттім, сендер не көмек бересің? Онша көмегіміз жоқ. Мына арыз тастап кетті сөйледі. Мынау ескі мешіттің орны. Мұны берінші иә. Бұл балабақша болатын. Мына арғы жағын бір комбайнер алды, ортасынан біз бер жағын алдық. Ауылда алғаш мешіттің ашылуына мұрындық болғанда Солтанбай қария 22 жылдан соң іргесінде жаңа мешіт салынды. Ұлдары бір ауыздан жиналып, ауыл халқы көмектесіп құрылысын аяқтаған. Үнемі егістің басында жүретіндіктен, ақылын айтып жөн сілтейтіндіктен тұрғындар бір ауыздан мешітке Солтанбай ата есімін беруді қолдаған. Балалары Едге ағамыз, Ержан ағамыз, тағы да ауылда жамағат қосылып көмектескен. Мына Серік Дусыбаев, Айтбек ағамыз, Бауыржан ағамыз бәрін қосылып, мынада бізге жаңа мешіт салып берген. Алла разы болсын. Кімде кім жаңа мешіт салған тұрса, ол дүниеде олардың сияқты үй болады деген. Солтанбай атамыз бізде бұрын директор школы мектеп болған. Сонда пенсияға шыққаннан кейін бізге мешіт салып берген. Алға ауылдастан көп көмектескен. Көп сабабы бар мұнда. Жол салып, мешіт салып бізге бәрі мектеп қолданып, мектеп салып берген. Алла разы болсын оны. Мешіттің қарсы бетіндегі саябақта да Солтанбай қарияның қолтаңбасы жатыр. Соғыс кезінде қаза тапқан жерлес жауынгерлердің есімін тасқа қашап, ескерткіш қойған. Екінші мына памятник мектептің қасында болатын. Оны сол жылды көшірттім. Мына фамилиялерін бәрін өзім жазғыздым. Мына бер жағы отан соғысында қайтыс болғандар. Ана төменгі жағындағы 60-тан астам ауылға келіп қайтыс болғандардың аттарын жазғыздым. Ол тізімдегі адамдардың бәрін танисыз ба? Танимын. Содан бері қарай мінекей өскен бақ. Тұмса табиғат, тыныштық. Бұл Солтанбай қарияның жаны сая табатын жер. Аптасына 2 рет демалуға келеді. Таза ауамен тыныстап, көңіл құсы сан тарақпа самғайды. Осындай оңаша шақтарда ұлдарына ер азаматтың рөлі туралы ақылын айтады. Ер азамат өзінің міндетін біле керек. Ер азамат деп неге айтады? Ол әр жанұяның басшысы. Әр бала-шағаның сақшысы. Сондықтан соның бәрін жөнге салып, мына баланың басқы тәрбиесінің өзі ата-анадан. Ата-ана қалай болса, содан тәрбие талай алады. Сондықтан менің енді мынау 3 қыз, 5 ұлым бар, бәрінің тәрбиесі бірдей ұйымшылдығы, кейін бір нәрсесі бәрі келіп, соны ақылдасып соны істейді. Әкеміз тірі кезде біз бәріміз баламыз. Қандай жасқа жетсек те өзімде 6 немерем бар. Өзімізде бала сияқты әкеміздің қасында шапқылап жүреміз. Айтқан сөзінен қайтпаймыз ешқашан. Қалай айтты, солай болады. Ол бізге заң. Замандастарым бар, енді олар кішкене түрлері болғанда кәртейіп қалған кішкене. Даже мына ағамның немерелері бір рез осы жерде біз демалып атқан кезде класстас жиналып, сонда маған келіп сержант ата кірді. Мына үлкен әпкелермен
аталар кімдер десе, егер менімен бірге оқығандарым десем, мыналар вообще картиге қапты ғой депті. Мен қалжыңдап айттым, егер мен күні бойы холодильникте отырам, одан кейін шығам, тамағымды ішем де қайтадан кіріп кетем деп қоямын. Өткен жылы ардагер өз отбасына алтын ана құрметті наградасын тағайындады. Оны бала тәрбиесінде, шаруашылық жүргізуде, үйдегі тәртіп пен жайлылықты сақтауда ерекше көзге түскен келіндерді марапаттайды. Мен атамыздың ең үлкен немере келіні болам. Осы әулетке келін болып түскеніме 30 жыл болды. Атам міне бірінші немере келінім деп, алтын ана деп арнап өлең жаза. Өте атама мың алғыс айтамын. Бірінші немерем келінім Марияға алтын ана. Әкем молда өнеге, шешең жайлы береке, жанұяда жайлаудан ұялаған мереке. Қыз өседі керіліп, тал шыбықтай еліп, бой жеткен соң қыз бала махаббатқа беріліп. Ана болу алладан, келешегін ойлаған, тенің тауып қосылса махаббатты байлаған. Ала сәттін салғандай, қуанышпен бас қосылып, мейірманды жанұя махаббатта болғандай. Махаббаттың жаңғаны, қосылып отау болғаны, ұрпағы өсіп жетіліп, өнегелі толғаны. Балаларды өсіріп, өнегелі болғаны, немере, шөбере туажат, қуанашқа толғалы. Өсіп, өніп, өнеге, мейірманды жанұя, алтын ана болғаны деп атамыз бізге арнады, маған. Мақтанайын ба. Атаның үлкен немересімін мен, Сұлтанбай атаның үлкен немересімін. Жасым 50-де. Атамды енді өзім қатты жақсы көрем. Мен атамдай ата жоқ шығар енді. Каждыйында жоқ шығар енді. 100-ге келген ата. Енді достойно ғой енді былай қарасаң атам. Алғада мешіт бар атаның атында. Көше атаның атында. Атам енді Құдайға тәуба бұрын айтушы еді. Ата, 100 жасаңыз десе, әкең көрінесен 100-ден басқа сан жоқ па деп. Сол Құдайға тәуба, міне атамыз 100-ден асты. Енді ары қарай жасай берсін, Алла тағала берген жасын. Енді бұл бір ғасыр ғой, енді оңай ғасыр емес. Дастархан байлығын берсін, дейін саулығын берсін. Ойда ақырда бала шағаларымның, туған туысқандарымның береке бірліктерін ажыратпай, әрқашанда Алла тілеген тілектерін қабыл етсін. Ғасыр жасаған ардагер жақында 100 жасын атап өтті. 5 ұл 3 қыздан тараған 70-тен астам немере шөбере шөпшегінің ортасында мерейтойын тойлаған Сұлтанбай ата өткен өмірін електен өткізе отырып, арманы орындалғанына шүкір етті. Сахнада Сұлтанбай атамыздың немерелері мен шөберелері. Қарсы алайық! Үлкен кіші бәріңе жанұяларыңа нұр жаусын демекпін. Қызда құрмет үшін келіп отырғандарың, мен бүгін бір жасап отырмын. Өздеріңнің ата-аналарың бар, аналарың бар. Соларды сыйлап, көзінің тіресінде өздеріңнің мейірмандықтарыңды көрсете біліңдер. Бақыт, қайда барасың? Ата-анасын сыйлаған, ұйымшылдық ойлаған тату жанға барам. Бақыт, қайда барасың? Балбұл жанған көрікті, ұл мен қызы серікті, берекелі үйге барамын депті. Біздің кейіпкердің жүріп өткен жолы дара, өмірі өнеге, сөзі өсиет. Ғасыр жасаған Сұлтанбай ақсақалдың айтқан ақылы, қылған әрекеті, тұнып тұрған тәрбие. Өмір иірімінде лайым өзінің де, ұрпағының да асығы алшысынан түссін деп тілейміз.